Жаңа конституция жобасында әрбір азаматқа ең төмен зейнетақы мөлшеріне және жасына, науқастануына немесе мүгедектігіне байланысты әлеуметтік қамсыздандыруға тікелей кепілдік беріліп отыр. Сонымен қатар, мемлекет әлеуметтік қамсыздандырудың және қайырымдылықтың әртүрлі нысандарын дамытуға жәрдемдесу міндетін алып отыр. Бұл егде жастағы адамдар үшін қосымша қауіпсіздікті қалыптастырады. Бұрынғы консультативтік құрылымның орнына Қазақстан халық кеңесін құру қаралған. Оның құрамына барлық өңірлердің өкілдері енбекші. Бұл аға буынға маңызды мемлекеттік шешімдер мен заңдарды талқылауға қатысу мүмкіндігін береді. Сондай-ақ дербес деректерді алаяқтардан және заңсыз пайдаланудан, оның ішінде интернет кеңістігінде қорғау жеке норма ретінде бекітіледі. Бұл цифрлық технологияларды әрдайым сенімді пайдалана бермейтін және мемлекеттік қызметтерді, медициналық көмекті алу немесе қаржылық операция жүргізу кезінде қауіп қатерлерге жиі тап болатын егде жастағы адамдар үшін ерекше маңызды.